Менің нұсқамдағы малдың жас төлінен дәмді сірне қуырдақты қазанда дайындап көрейік. Етті жуып, тұз бұрышын дәмдеп қоямыз. Қазанға тоң майдан және құйрық майдан салдым, немесе малдың іш майында қоссаңыз болады. Әбден пиязды қоңырлау болғанша қуырдым. Кейін қойдың қабырғаларын салып, баяу отта 1,5 сағаттай бұқтырдым. Уақыт өте картоп, сарымсақ, қалауыңызша сәбіз қоссаңыз болады. Тағы да тұз бұрышын дәмдеп, қазан асты күймес үшін аздап су құйып, қақпақпен қымтап жауып, тағы 40-50 минуттай баяу отта бұқтырдым. Енді 2,5-3 сағат өте сірненің дәмін көрсеңіз, шынымен де ауызда ериді. Дастарханға ұсынар алдында дайын тағамға пияз немесе көк пияз себеміз. Осымен керемет дәмді сірнеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын ағайын. Менің